Баршаңызға қайырлы күн, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз санды бупипай тортын дайындайтын боламыз. Ол үшін мен өзіме қажетті заттарды дайындап алдым. Ең бірінші жұмыртқа мен қантты жақсылап миксерлейтін боламыз. Достар, видеоны соңына дейін қараңыздар. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір жазуды ұмытпаңыздар. Жұмыртқалы массамыз дайын болды. Енді ұн, какао, қопсытқыш үшеуін жақсылап араластырамыз. Шоколад пен сары майды ертіп, бір-біріне құйып, одан соң жұмыртқалы массамызға құятын боламыз. Барлығын жақсылап араластырғаннан кейін, ұнды қасықпен жайлап отырып сала араластыратын боламыз. Ұнды бірден салып жібермеңіздер. Мен осындай 18 санды бупипай тортын бірінші рет жасап көрдім. Өте жақсы болып шықты. Сіздер де дайындап көріңіздер. Осылай арнайы қағазға 1 және 8 деген санды сызып алдым. Арнайы қалташаға құю арқылы осылай дайындасаңыздар болады. Және де бетін тегіс істеуді ұмытпаңыздар. Беті тегіс болған жөн. Корждарымыз өте әдемі болып, жұмсақ болып шығуда. Барлық корждарды пісіріп алғаннан кейін кремін дайындайтын боламыз. Сүзбелі ірімшік пен қант ұнтағын жақсылап араластырып аламыз. Одан соң кілегейді кезекпен жайлап құя отырып араластырамыз. Біздің креміміз қою болып шығу керек. Мінекей достар, біздің креміміз дайын болды. Енді біз тортты әсемдеп дайындайтын боламыз. Кілегейді қалташаға құю арқылы осылайша әсемдейміз. Мінекей достар, біздің 18 деген тортымыз дайын болды. Енді бетін әсемдеп көрнекілейміз. Жаңағы айтып өткендей, бұл менің ең бірінші рет дайындауым. Сондықтан сіздерде үйде қорықпай өздеріңіз дайындап көрсеңіздер болады. Келесі кездескенше сау болыңыздар.